Қайырлы күн достар. Бүгін біз өте дәмді және ерекше болып шығатын қаттама нан пісіретін боламыз. Ол үшін бізге жылы сүт, бір кесек қажет. Оның үстіне дәл осындай қылып жылы су құямыз. Екеуін бірдей етіп құйғаннан кейін шым-шым тұзымызды саламыз. Тұзды салғаннан кейін мен 3 ас қасық шемішкі май қостым және ұнымызды електен өткізіп қосамыз. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеле кетіңіздер. Осылай електен өткізіп қосып, жақсылап қамыр илеп аламыз. Мен бірінші осылай қасықтың көлемімен араластырдым. Онан кейін қолыммен жақсылап илеп алдым. Жұмсақ болмауы қажет, қатты қылып илеген жақсы болады. Жақсылап илеп, жарты сағатқа тындырып қойдым. Жарты сағат өткеннен кейін ұнның көмегімен жайып алдым. Мен бүгін қаттаманы пеште пісіретін боламын. Оны майға да сковородкаға қойып пісіруге болады. Маған пешке піскен қаттама өте қатты ұнайды. Біздің отбасымыз жақсы көреді. Сондықтан мен көбінесе духовкада пісіремін. Осылай жақсы етіп жайып аламыз. Жайып болғаннан кейін бөлме температурасында тұрған сары майымызды лопатканың көмегімен жаямыз. Барлық жеріне майымызды осылай жағып шығамыз. Бұнда майды ерітпейміз. Бөлме температурасында өзі еріп тұруы қажет. Мен 82-де 5% сары май қолдандым. Сіздерге де дәл сол майды қолдануға кеңес беремін. Бұл маймен істеген кезде қаттама нандарыңыз өте жұмсақ, дәмі де ерекше, күшті болып шығады. Мінекей мен бүкіл жеріне осылай сары майды жағып алдым. Жағып алғаннан кейін шетін қайырып, шетіне сары май жақпаймыз, шетіне қайырып, оқтаудың көмегімен осылай домалақ етіп орап аламыз. Дәл осылай кесеміз, видеода көрсетілгендей қылып. Мінекей мына жеріне мен сары май жаққан жоқпын. Енді осы араға сары май жағамыз. Сары майды осылай бүкіл жеріне жақсылап жағып шығу қажет. Менде осы бір күлшеден 3 қаттама нан шықты. Осылай жіңішке етіп кесіп аламыз. Видеода көрсетілгендей қылып, дөңгелек етіп орап, осылай орап шығамыз. Достар, егер менің видеом ұнап жатса, сіздерден лайк, комментарий күтемін. Міне мен осылай 3 қаттама шықты. Үшеуін жеке-жеке пакетке орап, морозилькке жарты сағатқа қойып қойдым. Немесе одан да көп қоюларыңызға да болады. Мен жарты сағат қана қойдым. Жарты сағаттан кейін осылай ұнның көмегімен жайып аламыз. Тым жұқа немесе қалың болып кетпеуі қажет. Осылай екі жағын кезек-кезек аунатып отырып жайып аламыз.
дәл осылай формасын өзгертпей майымыз да осылай әдемі болып тұрады. Мен духовканы осы кезде 200 градусқа қыздырып қойдым. Кішкене май қойып сковородкаға деп қуырып алуға болады. Бізге осылай духовкада піскен ұнайды. 200 градуста 25-30 минутта пісіріп аламыз. Мінекей қараңыздаршы, өте әдемі болып шықты. Міне бөлінгенде де слой-слойымен ерекше болып тұрады. Ас болсын.